Иә, қатын не болды? Не қылып келдің? Не үшін не болып қалды? Тыныш па? Тыныш па? Үйде бала шаға қалай? Аман есен ба? Не істеп жатсыңдар? Не болды? Жұмысқа келіпсің ғой іздеп, тыныштықпен ба? Әйтеуір аманшылық па? Не істеп жатсыңдар өздерің үйде? Иә, Аллаға шүкір тыныштық үйде бәрі. Просто өзіңді көріп кетейінші дегенмін ғой, жұмысыңа кіріп. Не істеп жатыр деп. Осы үйге келмей кешке бірақ келесің, түнде бірақ келесің. Мал қора жағыңда жүресің, үйге келесің, кірмейсің. Үйдегі сиырларыңа шөп жем бересің де кетіп қала бересің. Келесің де мал қора жағыңа, фазендаңа келіп аласың да отырасың, азынан кешке шейін істейсің өзі фазендада. Жалғыз сара бөлдік қой. Келмейсің әйтеуір үйге келесің де бір пеле шай ішесің бе, ішпейсің бе? Ойбай, қой қора жаққа барайын деп кетіп қала бересің. Бір сені сағынып, бір әңгімелесейік десем. Көріп жүрсің ғой, мен үйдегі малға барып жем шөбін берем, бияқа келем. Үйдегі малды мияқа қылып қойыншы, мен бияқа келіп сауып жүрмейсің ғой, сиырлар сол жақта үйдің қасында әдейі үйдің қасында ұстап алдым, сауып ішіп жатқаннан кейін. Мына жақта жылқылардың, қойлардың қасында келіп қарамасам, көріп тұрсын, адам жоқ қазір қарайтын. Әйтеуір шай ішуге барып не қылам, әйтеуір азанда түсте кешке жем шөбін беріп кетем ана малдардың. Сол сендер қиналып қалмасын деп. Ерігіп жүрген жоқпыз ғой қатын. Осы мал қорада әйтеуір түнге шейін қарап не қылып, әйтеуір есіктерін құлтап, светтерін жағып, камераны қосып кетем, білесің, үйге барам, басқа жаққа барам. Осы жерде келем күндіз. Түнде үйге барам, қасыңда болам. Білесің оны, несін сұрай бересің оны менен мысалға да. Ой, осы айтып просто келген белім ауырып жүр. Белімді уқалап массаж жасап беретін адам болса, белім ауырып жүрген қанша уақыт болды бірге болмағанымызға екеуміздің. Сол енді белім жазып берсең, кешке келіп шаршадым деп ұйықтап қала бересің. Белімді жазып алсам деп отырмын ғой енді. Қайтем енді. Белің ауырып жатса енді тұр ғой, үйде кремдер неше түрлі, ана маздар неше түрлі, балдарға алып артыңды уқалады, ана қызға уқалады, артыңды жат уқалады. Белің ауырып жатса жат үйде, ауыр жұмыс істе деп жатыр ма біреу, ауыр жұмыс істеп жатсың ба, ауыр көтер деп жатыр ма саған біреу, жатсай беліңді уқалады, басқа не істейсің, қарап жатыр ғой малдың бәріне, ненің бәріне. Жынды ма маған келіп белім ауырып жатыр деген несі? Мен саған немене врачпын ба беліңді емдейтін? Ой, сорлы, врачпын ба дегеніз, ымға түсінбейтін, дымға түсінбейтін, бағанан бері мен болған айтып отын, аузымды ауыртып. Ымға түсінбейтін, дымға түсінбейді деген осы ғой. Абайла үстіп, малым, қорам деп жүргеніңді, басқа біреулерге белімді жазып беріп кетіп жүрмін. Жазып беріп, одан кейін жүрсен, малымды деп. Басқа біреу кеп белім жазып беріп кетіп жүрмесің, қайныларым ба, болмаса сен жолдастарың біреу ма? Сен бүйтіп малым деп жүргеніңде.